Сәлем, егер менің каналым саған ұнаса, міндетті түрде достарыңмен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпа. Бүгін біз 9 сыныптың азот қышқылы тақырыбына арналған біліміңді тексер тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бірінші сұрақ: азот қышқылының құрылымдық және электрондық формулаларын құрастырыңдар. Азот қышқылының құрылымдық формуласы төменде көрсетілгендей болады. Себебі сутек бізде бір химиялық байланыс түзеді. Себебі бір валентті, оттек екі валентті болғандықтан екі химиялық байланыс түзеді. Ал азот бізде үш химиялық байланыс түзеді. Келесі электрондық формуласы 1s2, 2s2, 2p3 болады. Екінші сұрақ: азот қышқылы қандай физикалық қасиеттерге ие? Екінші сұрақтың жауабы: азот қышқылы тұншықтырғыш иісті түссіз сұйықтық, ылғалды өте жақсы сіңіреді. Буы ауадағы су тамшыларымен қосылып тұман түзетіндіктен ауада түтінденеді. Сумен кез келген қатынаста араласады. минус 41,6 градуста кристалдық күйге көшеді, ал 82,6 градуста қайнайды. Үшінші сұрақ: азот қышқылының өндірістік жолмен алу процестерін химиялық теңдеулермен жазыңдар. Үшінші сұрақтың жауабы: азот қышқылын өндірісте аммиакты ауадағы оттекпен өршіткі қатысында тотықтырып алады. Аммиак пен ауа қоспасын 800 градуста платина өршіткісі арқылы өткізеді. Ол үшін аммиак пен ауаны платина өршіткісін бүлдіретін зиянды қоспалардан, яғни күкіртсутек, шаң-тозаң, май және тағы басқа да заттардан мұқият тазартады. Химиялық реакция теңдеуіне келетін болсақ, аммиакты оттекпен тотықтырған нәтижесінде бізде NO, яғни азоттың еківалентті оксиді және де H2O түзіледі. Реакцияны теңестіру үшін NH3-тің алдына 4, оттектің алдына 5, NO-ның алдына 4 және судың алдына 6 коэффициентін қоямыз. Кейін бұны салқындатқанда NO әрі қарай NO2-ге дейін тотығады. Яғни химиялық реакция теңдеуі: NO қосылған O2 түзеді NO2. Реакцияны теңестіру үшін NO-ның алдына және NO2-ның алдына 2 коэффициентін қоямыз. Түзілген азоттың 4 валентті оксиді оттектің артық мөлшерімен суда еріп HNO3 түзеді. Химиялық реакция теңдеуі: NO2 қосылған H2O қосылған O2 түзеді HNO3. Реакцияны теңестіру үшін NO2-ның алдына 4, H2O-ның алдына 6 және HNO3-тің алдына 4 коэффициентін қоямыз. Төртінші сұрақ: азот қышқылының алюминий гидроксидімен, кальций оксидімен, кальций карбонатымен, аммиакпен әрекеттесу теңдеулерін жазыңдар. А жағдайында азот қышқылын алюминий гидроксидімен әрекеттестірдік. Нәтижесінде алюминий NO3 және су түзілді. Реакцияны теңестіру үшін азот қышқылының алдына 3 және судың алдына 3 қоямыз. Келесі, жағдайында біз кальций оксидімен әрекеттестірдік. Нәтижесінде кальций NO3 және су түзілді. Реакцияны теңестіру үшін азот қышқылының алдына 2 коэффициентін қоямыз. Б жағдайында азот қышқылын кальций карбонатымен әрекеттестірдік. Нәтижесінде кальций NO3 және су және көмір қышқыл газы түзіледі. Реакцияны теңестіру үшін азот қышқылының алдына 2 қоямыз. В жағдайында біз аммиакпен әрекеттестірдік. Азот қышқылы нәтижесінде бізде NH4NO3 түзілді. Бірінші есеп: өндірістік шығын 15% болса, массасы 6,3 кг азот қышқылын алу үшін қанша көлем қалыпты жағдайдағы аммиак қажет? Бірінші есептің берілген жазып қойдым. Енді шешуіне кірісеміз. Ең алдымен бізде есептің берілгенде өнімнің шығыны берілген, бірақ бізге енді оның практикалық шығымы қажет. Ол үшін 100%-дан осы өнімнің шығынын, яғни 15%-ді азайтамыз. Нәтижесінде бізде 85% шығады. Енді химиялық реакция теңдеуін жазсақ болады. Біз ең бірінші аммиак пен азот қышқылын әрекеттестіреміз. Яғни NH3 қосылған HNO3 түзеді NH4NO3. Бізде есептің берілгенінде HNO3-тің массасы бар, ол бізде 6,3 кг, ал оның молярлы массасы 63 килограммға тең. Есепті
бізде аммиактың көлемін табу қажет, ол X литр, ал қалыпты жағдайда мольдік көлемі 22,4 литрге тең болады. Енді осы жерден пропорция құру арқылы X-ті таба аламыз. Яғни 22,4 литрді 6,3 килограммға көбейтіп 63 килограммға бөлеміз. Нәтижесінде бізде 2,124 литр шығады. Енді біз осыны пайдалана отырып NH3-тің көлемін таба аламыз. Ол үшін 2,124 литрді, яғни практикалық шығын бізде 85%-ға көбейтіп 100%-ға бөлеміз. Нәтижесінде бізде 2,163 метр куб шығады. Есептің жауабы шықты. Аммиактың көлемі 2,163 метр кубке тең болады екен. Яғни бізге 2,163 метр куб аммиак қажет екен. Екінші есеп. Көлемі 50 мл 2 малярлы концентрация азот қышқылын бейтараптау үшін 1 малярлы концентрация натрий гидроксидінің қандай көлемі қажет? Екінші есептің берілгенін жазып қойдым, енді шешуіне кірісеміз. Малярлы концентрацияны табу үшін біз зат мөлшерін көлемге бөлеміз. Бірақ алайда қазір бізге зат мөлшерін табу қажет. Ол үшін осы формуланы түрлендіреміз. Яғни зат мөлшерін табу үшін малярлы концентрацияны осы көлемге көбейтетін боламыз. Ең алдымен біз HNO3-тің зат мөлшерін табамыз. Есептің берілгенде 50 мл деген, бірақ біз оны литрге айналдырып аламыз, яғни 0,105 литрді 2 малярлы концентрацияға көбейтеміз. Нәтижесінде бізде 0,1 моль шығады. Біз HNO3-тің зат мөлшері мен натрий OH-тың зат мөлшерін тең деп аламыз, яғни екеуі де 0,1 мольге тең болады. Енді бізге натрий OH-тың көлемін табу қажет. Көлемін табу үшін біз зат мөлшерін малярлы концентрацияға бөлетін боламыз. Яғни натрий OH-тың бізде малярлы концентрациясы бар, зат мөлшерін таптық, яғни енді формулаға орындарына қоямыз. 0,1 мольді 1 малярлы концентрацияға бөлген кезде бізде 0,1 литр шығады. Енді осы 0,1 литрді миллилитрге айналдырсақ, бізде ол 100 миллилитрге тең болады. Есептің жауабы шықты. Натрий гидроксидінің көлемі 100 миллилитрге тең екен. Осымен біздің біліміңді тексер тапсырмалары аяқталды. Видеоны соңына дейін көргеніңе рахмет. Егер ұнаса, міндетті түрде тіркеліп, достарыңмен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпа.